Армысыз, құрметті көрермен, эфирде тәуелсіздік жолы бағдарламасы. Бүгін шет елдегі білім туралы ой қозғаймыз. Қонағымыз Болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Айнұр Кәрібозова. Айнұр Бағдатқызы, сұхбат беруге уақыт тауып, осы келгеніңізге үлкен рахмет. Сәлеметсіз бе? Бізге келгеніңізге рахмет. Жалпы алғашқы сұрақ түлектерге қатысты. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы үлкен жобалардың бірі осы болашақ стипендиясы. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен тұңғыш рет қазақстандық студенттерге шет елде тегін білім алуға мүмкіндік туды. Содан бері міне 27 жылдан астам уақыт өтті. Алғашқы түлектер кімдер, олар қазір қайда? Дұрыс айтасыз. 93 жылы еліміздің тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында, ол кезде әлі экономикамыз тұрақтамаған кезең, саяси әлеуметтік тәуекелдер мол кезеңде тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы адами капиталды дамыту саласында өзінің тарихи шешімін қабылдаған болатын. 93 жылғы 5 қарашада болашақ халықаралық стипендиясын тағайындау жөнінде қаулы бекітілді. Бірінші жылдары өзіңізге белгілі еліміздің дамуына мемлекеттік басқару саласындағы мамандар, заңгерлер, мықты экономистер керек болды. Еңбек нарығында сол мамандар тапшылығы сезілді. Сондықтан бағдарламаның бірінші кезеңінің дамуындағы сұраныстар да сол мемлекет саясатының басымдылықтарына сәйкес жүзеге асырылды. Бірінші кезеңде жалпы жыл сайын ең көп дегенде 100-150 азаматтардан іріктеліп, шетелдерге аттанды. Ол кезде оқу елдерінің саны да шектеулі болды. 5-6 мемлекеттер, соның ішінде континенталды Еуропаның Франция, Бельгия, Нидерланд корольдігі, одан кейін Ұлыбритания, ақш қана болды. Жалпы 93 жылы бекітіліп, 94 жылы 187 еліміздің сол конкурстық іріктеуді, алғашқы тарихи конкурстық іріктеуді сәтті өткен азаматтар, 787 стипендия иегері жаңа атап өткен шектеулі 5-6 елге ең алдымен сол мемлекеттік басқару, экономика, юриспруденция, құқықтану бағыттары бойынша оқуға аттанды. Ол азаматтарымыз қазір еліміздің экономикасын ілгерілетуде шешуші орын алған маңызы бар ұйымдарды басқаруда. Соның ішінде мемлекеттік органдарда басқарушылар, вице-министрлар, одан кейін жалпына қоғамдық ұйымдар, еліміздегі банктердің басшылары, бәрі де сол алғашқы болашақ бағдарламасының түлектері. Жаңа айтып өттіңіз ғой, енді барлығы үлкен жоғары лауазымда қызмет етіп жүр деп. Елге оралған басқа студенттерге енді қандай жағдай жасалады? Олардың міндетті түрде бір 2 жыл мен 5 жыл көлемінде грантты өтеу жылдары бар, Дұрыс айтасыз. Бұл еңбек өтілімі мәселесі өткен жылғы 6 мамырда үкімет қаулысымен бекітілген болашақ халықаралық стипендиясына үміткерлерді іріктеу ережесіне сәйкес реттелген. Бұған дейін негізі сол жаңа ережеге дейін 3 ұсыныс болған, 5, 3 және 2 жылдық. Жаңа ережеге сәйкес еңбек өтілімі бойынша міндеттеме республикалық 3 маңызы бар қаламыз Нұр-Сұлтан, Шымкент және Алматы қалаларында еңбек өтілімін мамандығыңыз бойынша өтесеңіз 5 жыл, аймақтарда мамандығыңыз бойынша өтесеңіз 3 жыл ұсынысы беріледі. Түсінікті. Енді осы тарапта сұрақ туады. Көп студенттер бұған дейін интервью алған тарапта айтып жатады, осы 3 жыл, 5 жыл кейбіреу көп дейді. Сіздің пікіріңіз қандай бұған байланысты? Іріктеу ережесінің жаңа нұсқасын ішкі мемлекет органаралық мақұлдаудан өткенде қоғамдық ұйымдармен талқыға салғанда ол мәселені біз жалпы пысықтадық. Алайда бүгінгі таңда мемлекет тарапынан қолдау ретінде еліміздің салық төлеушілерінің қаражаты есебінен білім алуға, соның ішінде еліміз үшін сұранысқа ие мамандықтар бойынша оқуын оқып келген мамандардың алған білімін, тәжірибесін еліміздің, халқымыздың игілігіне жарату үшін, әрине, мысалға, 1 жыл оқыды, 1 жыл еңбек өтілімінен өту керек деген формат әзірше соның алған білімі мен тәжірибесін толыққанды елге қайтару тұрғысынан
қысқа мерзім. Бірақ бұл мәселе күн тәртібіндегі ашық мәселе, әлі де талқыға салынады. Бір барлық тараптарға, мүдделі тараптарға бір қолайлы жағы шешімге біз келеміз деп мен ойлаймын. Осы сұраққа байланысты шетелде қазір болашақпен оқып жүрген ақш-та студенттің пікірін алған болатын. Сол кісі айтады, оқу бітіргеннен кейін барып, шетелде 1 жыл жұмыс істеп, не 2 жыл жұмыс істеп, кейін барып Қазақстанға келіп, жаңағы өтесек дейді, міндетті 5 жыл, 3 жылда. Ондай да бізге кейін шегеру еңбек өтілімі бойынша, міндеттемелерін кейін шегеру бойынша стипендиаттар өтініштерімен хабарласады. Алайда бағдарламаның жалпы мына концепциясына байланысты алған мамандық бойынша елге оралып, тиісті қатаң мерзім шеңберінде елге оралып, алған мамандық бойынша мүмкіндігінше біз тез арада еңбекпен қамтамасыз етіп, оның жұмыс істеу бастауын қадағалауымыз, қамтамасыз етуіміз керек. Ондай өтініштер айтылады. Қазіргі таңда біз керісінше, бұрын мысалға кейінге шегеру мәселесі салыстырмалы түрде қатаң болмаған. Қазір сол тәртіптің қатаң болмауы салдарынан соңғы 2-3 жылда еңбек өтілімі бойынша міндеттемелерін кейінге шегергендер саны жаппай үдеріске айнала бастаған. Сондықтан бұл әрине бізге оқуына мемлекеттік қаражат салынған азаматтардың елге оралып, сол алған білімдерін еліміздің игілігіне жарату тұрғысынан бізге қазіргі әсіресе пандемияның жалғасу жағдайында өте өзекті маңызды мәселе. Сондықтан қазіргі таңда нормативтік тұрғыдан кейінге шегеру мәселесі керісінше қатаңдатылды. Жақсы. Түсінікті, мысалы енді шетелде қалып қойып жатқан студенттерге келсек, осы 27 жылдың ішінде қанша студент, қазақстандық түлек шетелде қалып қойды? Жалпы осы 27 жылдық тарихта 93, осы 21 жылдың сәуірін қоса алғанда бізде 14.156 еліміздің азаматы стипендия иегері атанған. Олардың 11.000-нан астамы бағдарламаның түлектері. Жаңа қалып қойған азаматтар қанша деген сұраққа жауап беретін болсақ, сол 11.130 түлектің 179-ы әртүрлі себептермен, отбасылық, кәсіби жұмысына байланысты, басқа да мәселелерге байланысты жырақта қалу шешімін қабылдаған. Оларды шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссия шешіммен ол 179 азаматтың бәрі стипендиядан айырылған, және сол 179-дың оқуына жұмсалған қаражаттың бәрін мемлекеттік бюджетке қайтару міндеттемесі алға тартылған. Олардың 118-і, 179-дың 118-і барлық қарызын өтеп болғандар, қалған 60-тан астамымен қазір сол қарызды мемлекеттік бюджетке қайтару бойынша жұмыс жалғасуда. Жақсы. Енді мына жыл өткен сайын ең алғашқы кезінде бірнеше ғана мемлекет болды деп отырсыз ғой, оқуға мүмкіндік туатын. Одан кейін барып, мәселен, алынатын бағдарламалар санында қазір керісінше көбейтілген. Нұрсұлтан Назарбаев, тұңғыш президент, осы мақсатында 1-2 рет тапсырма да берген болатын. 2013 жылы бір өзгерістер болды болашақта. Сол туралы айтып өтсеңіз, қазір неше мамандық бойынша және қай елдерде оқуға болады? Жаңа мен атап өткендей, қай болашақтың кезең-кезеңмен қай даму кезеңдерін қарасақ та, әрбір 5-6-10 жылдық даму кезеңдері мемлекеттік саясаттың жалпы ішкі экономиканың сұраныстарына сәйкес бейімделіп, сәйкестендіріліп отырған. Жаңа 2000 жылдардың басында еліміздің дамуында жаңа бағыттар, IT, инженерлік, техникалық мамандар, медицина, денсаулық сақтау саласына ерекше көңіл бөліне бастады. Болашақ бағдарламасының шеңберінде де сол елімізге ең қажетті инженерлік, техникалық, денсаулық сақтау, білім беру саласы, IT,
инновациялар, жаңа технологиялар бағытында біз келесі жаңа сатыға көштік. 2020 жылы болашақ бағдарламасында іріктеу кезеңіне бірнеше өзгерістер енгізілді. Көпшіліктің арасында оны бір қатаңдату немесе студенттердің санын азайту деген секілді қарастырып жатыр. Осыған байланысты сіздің ойыңыз? Жаңа іріктеу ережелеріне сәйкес бұған дейін бағдарлама шеңберінде болған жеңілдетілген 7 квоталық санаттар алынып тасталды. Оларға тиесілі алдын ала тілдік дайындық мүмкіндігі де енді жаңа ережеге сәйкес қарастырылмайды. Ең басты үміткерлерге 2020 жылдан бастап қойылатын талап бұл басымды мамандықтар тізіміне кірген мамандық бойынша болашақ бағдарламасының шеңберінде оқуға ұсынылған жоғары оқу орындарға өз бетімен шартсыз негізінде түскен болып келу. Бұл талапты қоюдағы басты мақсат. Бұған дейін мен жаңа атап өттім ғой, 7 жеңілдетілген квоталық санаттар болған бір жағынан, ал екінші жағынан өз бетімен түскен үміткерлер болған. Яғни конкурстық іріктеу іс жүзінде бір санаттар жеңілдетілген шарттармен қатысады, бір санаттар өзара тең мүмкіндіктер шеңберінде қатысады. Сол тепе-теңдіктің алдын алу және конкурстық іріктеуді тең мүмкіндіктер тұрғысынан ашықтығын, әділдігін қамтамасыз ету тұрғысынан бұл қолға алынған үлкен маңызды шара. Маңызды өзгерістердің бірі бұл мемлекеттік тілге деген талаптың күшейтілуі. Жалпы 2020 жылдан бастап жаңа мен атап өткен іріктеу ережесі болашақ бағдарламасының іске асырылуының барлық бағыты бойынша талаптарды күшейтті. Түсінікті. Қасым-Жомарт Тоқаев президент жақында ғана мемлекеттік қызметкерлерді медицина саласында еңбек етіп жүрген ақ халаттыларды шетелге жіберу туралы сол жақта тағылымдамадан өту бастамасын көтерген болатын. Осы тарапында айтып өтсеңіз. Дұрыс айтасыз. Өткен жылғы 1 қыркүйекте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жалпы мына пандемияның өткен жылдан бері жалғасуы және жалпы ары қарай оның даму барысы бойынша белгісіздік деңгейінің әлі де жоғары сақталуы шеңберінде еліміздің ғылыми әлеуетін күшейту, қазақстандық, отандық ғалымдарға жалпы мемлекет тарапынан қолдау көрсету мақсатында жыл сайын 500 қазақстандық ғалымдарды әлемнің ең алдыңғы қатардағы ғылыми орталықтарында тағылымдамадан өткізу тапсырмасын алға тартқан болатын. Сол мақсатта 15 сәуірде ағымдағы жылғы шетелде кадрларды даярлау республикалық комиссиясының шешімімен 5 тағылымдама санаты бекітілді. Солардың бірінші санаты жаңа мемлекет басшысының тапсырмасын орындау шеңберінде арнайы бөлек ғалымдар санаты бекітілді. Оған қоса 4 қосымша санат, ол педагогикалық қызметкерлер, медицина, денсаулық саласындағы қызметкерлер, инженерлік техникалық қызметкерлер және мемлекеттік қызметкерлер. Түсінікті. Мына пандемия туралы айтып өттіңіз ғой, енді бюджет қаражатын үнемдеу туралы да тапсырма болған болатын мемлекет басшысынан. Осыған орай болашақта сіздердің шетелдегі біраз өкілдіктеріңіз жабылды. Сол туралы айтсаңыз. Дұрыс айтасыз. Жалпы тек біз ғана емес, барлық ұйымдар осы пандемияның жалғасу жағдайында бюджеттік қаражатты үнемдеу бағытында ауқымды шараларды қолға алды. Бізде білім және ғылым министрлігінің 100% еншілес ұйымы ретінде білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлының оқу төлемақысы бойынша мүмкіндігінше төмендету тұрғысынан біздің болашақтықтар білім алатын шетелдік жоғары оқу орындарымен өткен жылғы наурыздан бастап, осы жағдай ушыққан кезеңнен бастап келіссөздерді жүргіздік. Өткен жылғы 31 желтоқсанға сәйкес біздің 343 стипендиатымыз оқитын 25 жоғары оқу орнынан 10%-дан 50%-ға дейінгі төлемақысына төмендету деңгейіне қол жеткіздік. Теңгеге шаққанда бұл 506 миллион теңгеге біз өткен жылы 31 желтоқсанға сәйкес біз сондай қаражатты үнемдедік. Бұл жерде бірақ сызып айтуға тұрарлық мәселе, жалпы біз өткен жылы әрине сол пандемия жағдайында жоғары оқу орындарымен келіссөздер жүргіздік, бірақ
мысалға Америка құрама штаттарының жоғары оқу орындарын алатын болсақ, олар керісінше қазір жаппай мына қашықтан оқу форматына бейімделу тұрғысынан қазіргі орын алып жатқан үдеріс керісінше соның ішінде Америка құрама штаттарының жоғары оқу орындары оқу төлемақысын керісінше жоғарылатуда. Өйткені олар қазір оқу курстарын толық цифрландырған форматқа көшіріп жатыр, және олардың айтуынша сондай жаңа форматқа көшіруге көп ресурстар жұмсалады. Яғни дәстүрлі форматтан гөрі де қаражат көп кетеді. Сондықтан қазіргі соңғы үдерістердің бірі бұл қашықтан оқу форматының оқу еліне байланысты керісінше төлемақысының көтерілуін атап өткен жөн. Мысал ретінде айтып өтсеңіз, бұрын ақш-та оқитын студент үшін бір студентке неше қаражат жұмсалатын болса бюджеттен, қазіргі уақытта цифрландыруға байланысты, пандемияға байланысты неше қаражат? Жалпы орта есеппен алатын болсақ, орта есеппен оқу төлемақысы ай сайын төленетін шәкіртақы, барып келу, әуе билетінің жолы, медициналық сақтандыруы, визасын бәрін қосқанда бір стипендиатқа 20-30 миллион теңге жылына кетеді. Жақсы, түсінікті. Нұр Отан партиясымен сайлауалды бағдарламасында қарастырылған біраз жобалар бар білімге қатысты. Партиямен бірге отырып, қандай бастамаларды жүзеге асырып отырсыздар? Біріншіден, Нұр Отан партиясының өзінде біздің бағдарламаның түлектері қызмет атқарады, бұл бір. Екіншіден, жуырда ғана осы Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын білім және ғылым саласында іске асыру үшін арнайы жасақталған қоғамдық кеңеске мен бағдарламаның әкімдеушісінің басшысы ретінде сол қоғамдық кеңеске мүше ретінде қосылдым. Сондықтан біз бағдарламаның әкімдеушісі ретінде сол жоспарды іске асыруға белсенді қатысамыз. Жақсы. Енді соңғы сұрақ, жаңа айтып өттіңіз, болашақта алдағы уақытта енді оқу бағасы қымбаттауы мүмкін, пандемияға байланысты деп цифрландыруға. Одан бөлек, қандай жобаларды алдағы уақытта дамыту немесе тәжірибе алмасу деген секілді жоспарланып отыр? Бүгінгі таңда болашақ бағдарламасының шеңберінде бакалавриат бағдарламасы кезінде 11-ші жылы алынып тасталған ғой. Соның салдарынан қазір қазақстандық орта мектептерді бітірушілер қатарынан осы үкімет аралық гранттар шеңберіндегі Венгрия сияқты, Польша, Словакия, Әзербайжан сияқты елдерде бакалавриат бағдарламасы бойынша оқуға қызығушылық сұраныс деңгейі өте жоғары. Енді осы 21-ші жылы біз нормативтік тұрғыдан болашақ бағдарламасының шеңберінде бакалавриатты халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздары болып саналатын шектеулі дарынды жастар үшін және еліміздегі жоғары оқу орындарда дайындалмайтын бағыттар бойынша қайтару қазір нормативтік тұрғыдан пысықталуда, және білім беру заңына тиісті өзгерістер енгізіліп, біздің іріктеу ережесіне тиісті норма бекітілгеннен кейін біз 22-ші жылдан бастап болашақ бағдарламасының шеңберінде жаңа атап өткен санат өкілдеріне бакалавриатты қайтару бойынша қазір жұмыс жүргізілуде. Жалпы болашақтың орта мерзімді даму келешегі тұрғысынан орын алуы ықтимал өзгерістер қатарында әрине негізгі бағытты ғылыми әлеуетімізді еліміздің күшейту тұрғысынан докторантура бағытында күшейту мәселесі қазір белсенді талқылануда. Неге десеңіз, жалпы 27 жылдық іске асырылу кезеңінде бағдарлама шеңберінде бірінші орында бұл магистратураны бітіргендер, екінші орында бакалавриатты бітіргендер және үшінші орында бұл тағылымдама бағдарламасын бітіргендер және ең аз бөлігі бұл докторантура бағдарламасымен оқып келгендер. Сондықтан осы бағытта бағдарламаның дамуын күшейте түсу мәселесі қазір біздің күн тәртібімізде. Жақсы. Айнұр Бағдатқызы, сұхбатыңызға рахмет. Алдағы уақытта ел экономикасының өркендеуіне септігін тигізер түлектеріңіз көп болады деген сенімдемін.
Құрметті көрермен, тәуелсіздік жол бағдарламасында қонақта болған Болашақ халықаралық бағдарламалар орталығының президенті Айнұр Кәрібозова. Келесі жүздескенше.